Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Асхат Хасеновтың тапсырмасы бойынша Атырау мұнай өңдеу зауыты мен халықаралық бағдарламалар орталығы өзара ынтымақтастық туралы меморандумға отырды. Келісім шарттарына сәйкес зауыттың инженерлік-техникалық қызметкерлері әлемдегі алдыңғы қатарлы оқу орындары мен зерттеу орталықтарында тағылымдамадан өтіп, біліктіліктерін арттырмақ. Мұндағы басты мақсат президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен іске асып жатқан 500 ғалым жобасына қатысып, болашақ бағдарламасы аясында кәсіпорын жоғарғы білікті мамандармен қамтамасыз ету. Сотрудничество даст возможность инженерно-техническим. Іскерлік ынтымақтастық зауыттың инженерлік-техникалық қызметкерлеріне әлемнің үздік зерттеу орталықтары мен жоғары оқу орындарында ғылыми тағылымдамадан өтіп, жаңа дағдыларды меңгеруге көмектеседі. Яғни біздің мамандар шетелдік әріптестерінің мол тәжірибесін игеріп, озық технологияларда өндірісте пайдаланады. Халықаралық бағдарламалар орталығының басқарма төрайымы Әлия Оспанованың сөзінше, еліміздің мұнай-газ саласында білікті кадрлар тапшы. Сондықтан инженерлік-техникалық мамандарды даярлауға ерекше көңіл бөліну керек. Келешекте бағдарлама қатысушыларының алған білімдері мен тәжірибелері еліміздің экономикасының дамуына да зор ықпал етпек. Подготовка кадров, она всегда была, есть. Мамандардың біліктілігі күн сайын артып, жаңа технологиялар сағат сайын іске қосылып жатқан заманда кадрлардың кәсіби шеберліктерін жетілдіріп, өндіріске жаңа шешімдерді енгізудің маңызы зор. Бұл тек кәсіпорынның тиімділігіне ғана емес, сонымен қатар еліміздің экономикасына да тікелей әсер етеді. Жақын арада орталық мамандары шетелде білім алуға ниет білдірген зауыттықтарға кураторлық қолдау қызметін көрсете бастайды. Үміткерлердің құжаттарын қабылдау науқаны қазан айының 15-іне дейін жалғаспақ. Ақтоты Өркешбаева, Тілек Асқаров, Каспия Ньюс.